Қазақстанның жеті кереметі. Әрбір халық өз жерінде пайда болған адамзат мәдениетінің асыл да бағалы құндылықтарына жататын ескерткіштерді түгендеп, ардақтауы тиіс. Қазақ жерінде де әлемге танымал ғажайыптардан кем түспейтін кереметтер бар. Олар таңбалы тас суреттері, алтын адам, Маңғыстау жерасты мешіттері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және Астана бәйтерек кешені. Таңбалы тас суреттері қазақ жерін мекендеген қауымдардың барша таным түсінігінен хабар беретін аса көрнекті археологиялық ескерткіш. Алтын адам әлемге әйгілі сақ тайпалары өмір сүрген кезең мен олардың әдет-ғұрыптары, мәдениетін көрсететін тарихи мұра. Есік қорғаннан табылған олжа бүгінде әлемге әйгілі. Ол Алматыдағы Тәуелсіздік монументіне негіз болған. Маңғыстау жерасты мешіттері үстірт жазығының Маңғыстау ойысына тірелген оғыланды шоқысына қашалған тарихи сәулет ескерткіші. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан шығыс халықтарының тамаша сәулет өнерінің бірі. Оны жылда 100-150 мыңнан астам адам келіп тамашалайды. Астана бәйтерек кешені Есіл өзенінің жағасындағы Қазақстанның астанасы Астана қаласында орналасқан заманауи монумент.